Бұл видеода мен сіздерге өзіңіздің ақшаңызды пассивті түрде көбейтудің қадамдарын, жолдарын көрсететін боламын. Жалпы менің өзімнің портфелім 7-8 айдың көлемінде $1000 басталып $21 000 жеткен болатын. Ол үшін мен не істедім, қалай істедім, осы видеода айтам, менімен бірге болыңыздар. Мен есімім Дана, және мен қаржы саласы бойынша экспертпін. Жалпы қазіргі таңда инвестиция, трейдинг саласы бойынша ақпараттар нарықта өте көп. Рекламада өте көп. Бірақ оның қайсы біріне сенерімізді және қай рекламаның артында қандай дүние бар екендігін өкінішке орай білмейміз. Мен де сол сияқты осыдан біраз уақыт бұрын товарлық бизнестағы барлық бизнесімді тастап, осы инвестиция, трейдинг саласына келген болатынмын. Ол сәтте маған уақытқа, адамға, ситуацияға, жалпы ешқандай нәрсеге тәуелді болмай, әлемнің кез келген жерінде жүріп, үйде отырып та, ауылда отырып та, шетелде жүріп те ақша табудың мүмкіндігін іздеген болатынмын. Және оны таптым десем қателеспеймін. Мен өзім таныстыратын болсам, мен 3 жылдан бері трейдингпен айналысатын, оның ішінде акция саласымен айналысатын эксперт болып табыламын. Соңғы 1 жылдың ішінде акциялар саласы бойынша инвестиция жасауды да қолға алған болатынмын. Жалпы инвестиция тақырыбын толыққанды қарастыратын болса, қор нарығында түрлі активтер болады. Сол активтерін сауда жасау арқылы сіздер өздеріңіздің ақшаларыңызды таба аласыздар. Қарапайым тілде айтқан кезде мемлекеттің айналымында жүрген компаниялардың ақшаларымен ақша табу. Енді жалпы акция, облигация тақырыбы мүмкін барлықтарыңызға таныс шығар. Ол не және онымен қалай жұмыс жасаймыз? Жалпы акция дегеніміз ол компанияның белгілі бір мөлшері. Акцияның өзін 3 түрге бөлуге болады. Өсетін акциялар, бағаланбаған акциялар және дивидендтік акциялар. Осы 3 акцияны алмастыру арқылы мен өзімнің жеке методологиям шыққан болады. Менің методым ол қарапайым инвестордың методы емес. Мен облигацияны сатып алып, оны 6-7 ай күтіп отырып, одан көретін пайдамды келесі активке салып, тура сондай уақыт күтіп отырмаймын. Менің методым бойынша мен өзімнің қаражатымды аз уақыттың ішінде де көбейте аламын. Ол үшін мен әрине акценттің барлығын акцияларға қоямын. Яғни менің портфелімде облигация бар, ETF бар, бірақ осы портфельді өсіруге тікелей әсер еткен нәрсе ол осы акцияларды дұрыс қолдана білу. Жаңа айтып өткенімде акциялардың 3 түрі бар: өсім беретін акциялар, дивидендтік акциялар және бағаланбаған акциялар. Осының ішінде бағаланбаған акцияларға көп акцент қойғым келеді. Неге? Себебі сол Tesla, Amazon, Apple, Pinduoduo сияқты үлкен компаниялардың барлығы дәл осы жерде орналасады. Солардың ішінен сіз келесі Амазонды, келесі Алибабаны тауып алу мүмкіндігіңіз өте жоғары. Бағаланбаған акциялар дегеніміз оның нарықтық бағасы өте жоғары, бірақ оның акциясының құны төмен компаниялар. Міне дәл осындай компанияларды зерттеу арқылы мен өзімнің портфеліме сол компаниялардың акцияларын сатып аламын, және аз уақыттың ішінде бұл компаниялар жақсы өсім көрсеткендіктен мен сол жерден жақсы пайда табамын. Көп адамдар ойлайды, бұл казино, бұл ставка, трейдингте ондай көп ақша табуға болмайды, бұл қалай сонда деген сияқты түрлі сұрақ туындауы мүмкін. Жалпы трейдинг дегеніміз ол риск туралы. Яғни трейдингте сіз өте көп ақша тапсаңыз, тура сондай ақша жоғалту мүмкіндігіңіз жоғары. Және ол жерде көп адамдардың ең үлкен проблемасы графикті аңду, эмоцияны басқара алмау деген сияқты. Яғни менің жасап жатқан жұмысымда ондай нәрселердің ешқайсы жоқ. Графикті аңдымайсың, уақытқа тәуелді емессің және эмоцияны басқарудың ешқандай қажеттілігі жоқ. То есть бір сөзбен айтқан кезде дұрыс уақытта дұрыс компанияны дұрыс бағада таңдау арқылы сен біріншіден өзіңе психологиялық тұрақтылық бересің, екіншіден өзіңнің рискіңді минимумға алып келесің. Себебі ондай компанияларды дұрыс таңдайтын болсаң, ол компанияның құлдырап кету вероятності практически 0. Ол кішкене коррекция беруі мүмкін, бірақ түбінде ол компания бәрібір өседі және сізге жақсы өсім көрсетуі мүмкін. Менде ондай кейстер көп. Мына жерге кішігірім ставкалар қоямыз. Жалпы енді қарайтын болсақ, жаңа айтқандай бағаланбаған акциялар, одан кейінгі өсім беретін акциялар. Яғни арзан кезінде сатып алып, қымбат кезінде сату. Тауарлық бизнес болсын, традиционный бизнес болсын, жалпы кез келген бизнестің негізгі основасы сол арзан кезінде сатып алу, қымбат кезінде сату. Бұл жерде де тура сол схема жұмыс жасайды. Яғни сіздер мысалы Miniso, Pinduoduo, Amazon, Tesla сияқты үлкен әлемдік компаниялардың өзі бағасы арзандаған кезінде сатып алатын болсаңыздар, ол компаниялардың уақыт өте келе акциясы өскен кезде сол кезде сатып, соның айырмашылығынан ақша таба аласыздар. Және ең соңғысы дивидендтік акциялар. Олар арқылы да сауда жасаймыз және олардың беретін үлкен артықшылығы сіздер сатып алғаннан кейін ол жерден 3 жақты пайда көре аласыздар. Яғни бірінші сіз дивидендінен пайда көресіз, яғни 3-4 ай сайын сізге компания белгілі бір мөлшерде процент
пайда төлеп отырады. Одан кейін доллардың бағамынан пайда табасыз, еще акцияның өсімінен пайда табасыз. Негізі сіздер білетін көптеген компаниялар Coca-Cola, Procter Gamble, Johnson & Johnson, Amazon, бұның барлығы дивиденд төлейтін компаниялар, және ол компаниялар нарықта 50-60 жылдан бері жұмыс жасап жатқандықтан, оларға ешқандай жағы қорқынышсыз ақшаңызды салсаңыз болады. Ол сіздің ақшаңызға пассивті табыс көзін қалыптастыруға және депозитіңізді өсіруге тікелей жұмыс жасайтын болады. Негізінде сіз өзіңіздің портфеліңізді құрған кезде ішіндегі активтерді дұрыс таңдауыңыз керек. Ол жерде облигация, ETF, акциялар болған сәтте де әрқайсының қандай пайыздық мөлшерлемеде болғандығын қадағалауыңыз керек. Және мен үшін менің портфелімді аз уақытта үлкен суммаға өсірген нәрсе именно осы қысқа мерзімді акцияларға көбірек акцент қоюымда болып табылады. Жалпы мен өзім телеграм каналым бар, сол телеграм каналымда рекомендациялар беремін. Сілтемесі описанияда тұр, және сол каналдағы рекомендациялардың өзінен қаншама адам қазірдің өзінде қандай табыстар тауып жатыр, сіз де таба аласыз. Өзіңіздің алғашқы портфеліңізді құрып, сол акциялардың өсімінен пайда табуды көздеп жүрсеңіз, тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.